Біздің бүгінгі жаңалығымыз сәнді киінгенді жақсы көретін жандарға, әсіресе жігіттерге қызық болары анық. Өйткені өткен демалыста Алматыда тек қана ерлерге арналған Шоқан атты дүкеннің ашылуы салтанаты өтті. Аталмыш шеберхана өз жұмысын өткен жылдың көктемде бастағанымен сатылымға шығаратын арнайы дүкенді енді ғана ашты. Бүгін біздің шеберхана дүкеніміздің ашылуы өтуде. Шоқан брендіне әлі бір жыл болған жоқ. Мамыр айында толады. Қазіргі таңда бір дүкеніміз бар, оған бәрі келіп тұрады. Ал мына жерде біз басқа нәрсе ашудамыз. Бұл эксклюзивті киімдердің бірін үстіне Эрик Мырза да киіп алыпты. Қазақстандық шоу-бизнес өкілдерінің басын жинаған бұл кеште бұрын соңды костюм киіп көрмеген продюсер ерекше көзге түсті. Мен ешқашан костюм киіп көрмеппін, бірақ біз ерлердің киімдерін тіге бастағанда менің серіктестерім Ереке киіңіз деді. Киіп көрбедім, бірден жарасып кетті. Сымбатты бола түстім. Әрі кемшіліктерімді де жасырт. Мысалы, ішімді. Айтпақшы, аталмыш дүкендегі костюмдердің артықшылығы мұнымен бітпейді. Мысалы, нарықта костюмдерге байланысты ұсыныстар тым аз. Мысалы, олар өте қымбат немесе сапасыз. Шоқан тек қазақстандық бренд болып келеді, сондықтан да өз тұтынушыларының сапалы әрі сәнді киінуіне аса мән береді. Біріншіден, аталмыш брендтің тек қазақстандық екенін ескеру қажет. Біз өзіміз Қазақстанның жігіттеріміз. Сол себепті мата да бәрі де өзіміздікі. Бұл жерде жеке тапсырыспен тігуге арналған шеберханада жұмыс жасайды. Ол жерден сіз өзіңізге ұнаған костюмді қолжетімді бағаға ала аласыз. Шоқан брендінің костюмдерін тек сәннен хабары бар, дәрежесі жоғары әрі табысты ер азаматтар киеді. Өмірінде бірінші рет костюм киген Эрик Тасимбеков солай дейді. Егер табыстылардың қатарына кіргіңіз келсе, сіз де киіп көріңіз.